Арма қазағым, бүгін мен сіздерге қуыршақ сынақтары туралы айтып бергім келеді. 40-шы жылдары қуыршақ сынақтары деген тесттерді Мими Кларк пен Кеннет Кларк деген қара нәсілді екі психолог жүргізеді. Ол тестте қара нәсілді балалар қатысады, жастары 10-ға келмеген, және ол жерде екі қуыршақтарды балаларға көрсетеді. Екі қуыршақ бір-бірлерінен айнымайды, тек қана бір ғана айырмашылықтары бар. Олардың түстері: бір қуыршақ ақ болады, ақ нәсілді болады, екіншісі қара нәсілді болады. Сосын балалардың нәсілді ажырата алатынын түсінгеннен кейін басқа да сұрақтар қояды жаңағы психологтарымыз. Қай қуыршақ саған ұнайды, қай қуыршақты алып кеткің келеді, қай қуыршақпен ойнаған келеді деген сұрақтарға балалар ақ нәсілді қуыршақты таңдайды. Қара нәсілді қуыршақты балалардың бірде-біреуі таңдамайды. Содан кейін балалардан сұрайды, ақ нәсілді қуыршаққа нені сипаттама беріңдер деп. Сөйтсе балалардың барлығы ақ қуыршаққа жақсы сипаттама беріп, қара нәсілді қуыршаққа жаман сипаттаманы береді. Сөйтіп, содан кейін тесттер, ол жаңа Кларктардың тесттері дамиды. Екі сурет болады. Балаларға екі суретті көрсетеді. Бірінші суретте қара нәсілді жігіт еденнен дәптерді, сосын дәптерлерін жинап атады. Артында оның ақ нәсілді жігіт тұрады. Сосын балалардан сұрайды, қалай ойлайсыңдар, бұл жерде не болды деп. Сөйтсе балалар айтады, білмейміз дейді. Содан кейін басқа суретті көрсетеді. Ол суретте енді ақ нәсілді жігіт еденнен дәптерлерді, кітаптарды жинап жатады, төрт аяқтап. Ал артында оның қара нәсілді жігіт тұрады. Сосын балаларға қайтадан сұрақ қойғаннан кейін, қалай ойлайсыңдар, бұл жерде не болды дегенде, балалар айтады, қара нәсілді жігіт ақ нәсілді баланы ұрды, итерді, соқты деген сияқты ой пікір айтады. Осы тесттерді, Кларктардың тесттерін нәсіл туралы тексеру үшін жаңағы нәсілшіл саясаты қалай балаларға әсер беретінін, отаршылық саясаты қалай әсер беретінін, соның бәрін зерттеу үшін осындай тесттерді басқа да Латын Америка, Азия елдерінде де өткізген. Және барлық жерде де ақ нәсілді емес балалар ақ қуыршақты таңдап, ақ нәсілді адамдарды жақтаған, оларға жақсы сипаттама берген, ал өздерінің нәсілдеріне қатысты адамдарды төмен сатқа қойған. Осындай тесттерді Қазақстанда да өткізсе, мен 100% не берем, көптеген қазақтардың балалары ақ нәсілді адамдарды таңдайды, ақ нәсілді мәдениетті жоғары сатқа қояды. Сондай біздің немізде, барлығымыздың психологиямызға сондай әсер берген. Солай, аман болайық қазағым.